Атырау топырағында туған талай тарлан сұрапыл соғыс өртіне жанып жастығын сарп етті. Бүгінде олардың ерлігі ұрпақ үшін өнеге. Жеңістің 75 жылдығы қарсаңында ел үшін қасық қаны қалғанша күрескен қайсар ерлердің есімін жаңғыртуды жөн санадық. Еңбегі еленбеген ерлердің бірі Махамбеттік Қисым Мырзағалиев еді. Қисым Мырзағалиев 1914 жылы Атырау облысы Махамбет ауданында дүниеге келген. Жасынан іскерлігі, ептілігі байқалып, комсомол партия жұмыстарына тартылады. Махамбет аудандық комсомол комитетінің хатшысы, кейін Горев облыстық атқару комитетінде жауапты жұмыстар атқарған. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейін 1941 жылдың аяғында Ақтөбе қаласында қазақтың 101-ші атқыштар бригадасы құрылыпты. Қисым Мырзағалиевті осы бригадаға шақыртылып, сол кездегі әскери лауазымдардың бірі саяси жетекші қызметін атқарады. Осы кезде осы бригадада 5000-ға жоқ жауынгер болған екен. Оның құрамында кейіннен атақты Қазақстанның халық жазушысы болған Мұзафар Әлімбаев та болған. Ол осы Қисым Мырзағалиев ағамыздың қарауындағы кіші саяси жетекші болды. Сонымен бірге кейіннен социалистік еңбек ері атағын алған экономика ғылымының кандидаты атанған шығыс қазақстандық Бошай Кітапбаев деген ағамызда бірге қызмет еткен екен. Соғыста Катюша деген өте күшті құрал болған. Оның құпиясында өзінде немістер қолдарына түсіре алмай арманда кеткен. Сол Катюша қарулы дивизионына Қисым Мырзағалиев саяси басшы болды. Қиян-кескі қырғын соғыстың бір тұсында Катюша дивизионы қоршауға түседі. Катюшаның өзінде ондағы оның тетігін сырын білетін жанды да жау қолына түсірмеу Қисым аға басқарған дивизионның отан алдындағы сертеді. Дивизионның техникасы да жауынгер жандары да жарылысқа беріліп, асқан ерлік жасап қаза тауыпты. Халық жазушысы Мұзафар Әлімбаев Алматы ақшамында жарияланған тарихи Тарлан атты өлеңінде Қисым Мырзағалиевтің ерлігін көркем суреттейді. Тарихта аты қалды қисымдардың сүйсінді адай жаппас үйсін арғын, ұрпақтар аңыз қылып айта жүрсін, кітап арнап, жыр жазып, күй шығарған. 101-ші бригаданың құрамында жүрген Қисым ағамызды Москвадағы әскери академияға шақырып алып кетіп оқытады. Одан бітіріп келгеннен кейін Қисым ағамыз капитан шенінде Катюша әскери дивизионның басшысы болған, бастығы болған екен. Бұның қаза тапқандығын біздің Атырау облысы бойынша шыққан 1995 жылы шыққан Боздақтар кітабының 96 жылғы 2-ші томында былай деп жазады. Мырзағалиев Қисым Жұмағазыұлы капитан 14 жыл туған, әскерге Атырау қалалық әскери комиссарият арқылы шақырылды. 44 жылғы 25 ақпанда майданда қаза болған. Витебск облысының Городок ауданында қалалық зираттың бас жағындағы 43-ші қабірге жерленген. Қисым Мырзағалиевтің қандай ерлікпен қаза болғандығы зерттеу барысында осылай анықталды. Ол өз өмірін қиған, жауға сыр бермеген, сөйтіп талайларды мезгілсіз ажалдан, қыршын өлімнен сақтап қалған азаматтық үшін опат болған жолдастарымен бірге Кеңес одағының батыры құрметті атағына ұсынылған деді. Алайда ерлігі еленбеді. Десе де жауынгер атын жұрт жадында жаңғырту ұрпақ парызы. Асланбек Шығырып, Атырау телеарнасы.